Гүлназым мен актөре қайта қауышқан жұп па, әлде жай ғана достық па? Желіде соңғы күндері Гүлназым мен актөренің ара қатынасы қызу талқылануда. Көпшілік байқағандай, актөре жиі Гүлназымның жанында жүр. Біреулер тіпті оң жағынан қарап жүр деп әзілдейді. Бүгін болса, елді бір қуантқан, бір таң қалдырған жағдай болды. Актөре Гүлназымды үйінен арнайы алып кеткені белгілі болды. Гүлназымда бұл тақырыпта аса ашылып сөйлемесе де, кейбір сөздері елге ой салуда. Ол кетер емес дегендей, бәрі мүмкін екендігін меңзейді. Бұл сөздер көпшілікті, әсіресе олардың өткенін білетіндерді ерекше толқытты. Өйткені актөре мен Гүлназым бір кездері жұп болғаны белгілі. Енді міне екеуі қайтадан бірге көрініп жүр. Қолдаушылардың пікірі. Желі қолданушыларының басым бөлігі бұл жаңалықты жылы қабылдап, пікірлерін жарыса жазуда. Олар Гүлназымды тәрбиелі, ұяң, инабатты қыз деп бағалап, актөреге оны қадірлеу керектігін ескертеді. Тезірек сөз байласыңдар, той күтеміз, жақсы жұп боласыңдар деген тілектер толассыз түсуде. Кейбірі актөренің енді бұрынғы қателіктерін қайталамай, тұрақтап, отбасы құруға дайын екендігіне сенеді. Сыншылардың ойы. Дегенмен сын пікірлерде аз емес. Кейбірі актөренің бұрынғы жеңілтек мінезін, қыздармен ойын ойнағанын, тіпті опасыздық жасағанын еске алады. Бір күні Гүлназымды тастап кетеді деп қауіптенетіндер де бар. Мұндайлар актөреге қатқыл ескерту жасап, оның жауапкершілігін арттыру керектігін айтады. Қорытынды. Актөре мен Гүлназымның қазіргі байланысы нақты жұп деп айтуға әлі ерте болуы мүмкін, бірақ көрген жанға олардың арасы жылы әрі ерекше көрінеді. Бұрынғы тарихы бар екеудің қайта қауышуы көпшіліктің назарын аудармай қоймайды. Бірі бұл нағыз махаббаттың екінші мүмкіндігі деп үміттенсе, бірі сақтықпен қарап отыр. Ендігісін уақыт қана көрсетеді, ал әзірге желіде басты тақырып актөре мен Гүлназым. Кеше кешкісін куә болғандар актөре мен Гүлназымның бірге жүргенін тағы да байқапты. Әсіресе актердің Гүлназымды үйінен арнайы көлікпен алып кетуі көпшілікті біраз ойға алдырды. Бұрынғы сезім қайта оянған секілді деп жазғандар да бар. Актөре өзі әзілқой жігіт болғанымен, оның Гүлназымға қараған көзқарасы жай ғана достық емес екенін аңғарғандар көбейіп келеді. Әр әзілінде шындықтың үлесі бар дегендей, бұл жолы шындық әзіліне сыймай тұрғандай. Гүлназымда жай жүрмеген сияқты. Оқырмандарының не болып жатыр деген сұрақтарына ол ашық жауап бермесе де, бәрі мүмкін деп қана қысқа қайырып жүр. Бұл сөз бір жағынан жұмбақ, бір жағынан үміт сыйлағандай. Қазір әлеуметтік желіде қос тарап анық байқалады. Қолдаушылар тез арада той болсын деп екеуіне бата беріп, болашағын жарқын көреді. Сыншылар актөренің бұрынғы әрекеттерін ұмытпай, жауапкершілікті сезінсін, Гүлназымды ренжітпесін деп қатаң ескерту жасайды. Кейбір жанкүйерлер тіпті екеуінің алғашқы кездесуін, бұрынғы бірге түскен суреттерін тауып, міне тағдыр екеуін қайта қосты деп бөлісуде. Басқалары бұл жай ғана достық, бәрін асықпай көрейік деген ұстанымда. Қысқасы, актөре мен Гүлназым қазір жұрт назарындағы ең қызу талқыланатын жұпқа айналды. Ал бұл оқиғаның қалай өрбитіні алдағы күннің еншісінде. Бір анығы, көпшілік олардың әр қадамын жіті бақылап отыр.